Қазақстан не экспорттайды десеңіз, Қытайға цемент, Еуропаға бидай, Ресейге бензин, яғни тоқтаусыз беріп жатырмыз. Бірақ ел ішінде сұрақ көп, ақша қайда, неге қарапайым халық оны сезбейді? Негізгі себептер шикізат күйінде сата береміз. Өңделмеген өнім арзан, ал шетелдер сол шикізатты қайта өңдеп бірнеше есе табыс табады. Кірісті аз топ қана көреді. Ақша экономикада бар, бірақ әділетсіз бөлініп жатыр. Импорт қымбат, өзіміз шығарған затты шеттен қымбатқа сатып аламыз, айқын әділетсіздік. Қосылған құн жоқ, бидайды сатамыз, бірақ макаронды сатып аламыз. Мұнда да ұтылып жатырмыз. Өзгеріс бар ма? Иә, үкіметте қарап отырған жоқ. Президент Тоқаев өз сөзінде бірнеше рет айтқан, біз шикізатқа тәуелді экономиканы түбегейлі өзгертуіміз керек. Өнім өндіретін елге айналу басты мақсат. Өңдеу өнеркәсібіне қолдау 2025 жылға дейін 1 триллион теңге бағыттау жоспары. Ауыл шаруашылығында қайта өңдеу зауыттарын салу, ет, сүт, астық өнімдеріне нақты табыс алу үшін. Жаңа индустриалды жобалар, Қостанайда электромобиль шығару, Түркістанда құрылыс материалдары кластері тағы басқа. Мемлекеттік сатып алуда отандық өнімге басымдық беру, Қазақстанда жасалған брендін күшейту. Қорытынды, иә, бүгінгі жүйеде шикізат экспорты көп, пайда аз, бірақ мәселе түсінікті. Жол картасы бар, енді нәтиже маңызды. Бай ел шикізат сататын емес, өнім шығаратын, бренд ұсынатын ел. Бұл бағытта алғашқы қадамдар жасалып жатыр. Енді оны үзіліссіз, ашық түрде жалғастыру басты міндет.